Менің басым қалай айналатын, қалай басталды бас айналу, головокружение, және мен оны қалай еңсердім, қалай одан шықтым. Қадам-қадам барлығын толыққанды айтатын боламын, достар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, және осы видеоны соңына дейін қараңыздар, өте пайдалы видео болады. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар, өзіңіздің пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Сізде қалай бас айналды, паникалық шабуыл кезінде, невроз кезінде осы басыңыз қалай айналды және қанша уақыт айналып жүрді, әлі де басыңыз айналады ма, толыққанды пікірге жаза кетіңіздер. Достар, сіздермен Камалбай Юсупайұлы, исламтанушы, когнитивті мінез-құлық психологы. Қош келдіңіздер менің каналыма. Ендеше бастайық. Мен неврозда 8 жылдай жүрдім. 8 жыл. 2013 жыл нақты менде паническая атака басталды. Содан ары қарай депрессивный расстройствоға да жалғасты. Менде паническая атака тоқтап қалған жоқ. Менде ТДР, тревожный депрессивный расстройство болды. Менде фобиялар болды, агорафобия болды, социофобия күшейіп кетті. ОКР болды, обсессивный компульсивный расстройство. Жалпы паническая атакаға түскен адамның басым көпшілігі осы расстройстволарды, осы эмоционалды бұзылыстарды басынан өткізеді. Өйткені, мысалы, агорафобия қалай пайда болады деген кезде, агорафобияның негізгі симптомы ол паническая атака, яғни паникалық шабуыл. Паникалық шабуылға түскен адам міндетті түрде агорафобияға түседі. Енді міндетті түрде үзілді-кесілді айтпай қояйық, кейбір адамдар, мысалы, паническая атаканы еңсерген адамдар агорафобияға түспейді. Бірақ көп жағдайда, мысалы, паническая атака агорафобияға дейін алып келеді. Қалай алып келеді деген кезде, агорафобияның негізі өзі не? Ол жайлы алдыңғы видеоларымызда айтқан болатынбыз. Агорафобия бұл ашық кеңістіктерге шығудан қорқу, боязнь открытого пространства дейді. Базарға барудан қорқу, супермаркеттерге, ауруханаларға, ресторандарға барып, адамдармен отыру, солардың барлығынан қорқып қалады. Адам былайша айтқанда үйіне тығылып қалады ғой. Үйінде өзінің пространствосы бар, сол шекарасы бар, сол шекараға не істейді? Тығылып қалады. Былайша айтқанда зона комфорта дейміз ғой, сол жерде жатып алады да, болсадан шықпайды. Егер шықса, маған бір нәрсе болып қалады деп қорқады. Ол не үшін қорқып қалды? Себебі ол базарда жүрген кезде, базарға не үшін бара алмайды? Базарда жүрген кезде жаңағы паническая атака болады, жүрек тарсылдап соғады, аяқ-қол дірілдейді, бас айналады деген сияқты. Бүгінгі енді біздің тақырыбымыз бас айналу болмақ. Сол жайлы сөз өрбітеміз. Қараңыз, сол паническая атака сол жерде болды, симптомдар болды. Сол симптомдарды адам дұрыс емес өзіне қабылдайды да, қазір мен өліп қаламын, осы жерде құлап қаламын, естен танып құлаймын, есімнен айырыламын дейді. Содан үйіне қарай қашады. Үйіне қашқан кезде ол қорқынышты одан сайын істеді, күшейтті, бекітті, подкреплейт етті. Келесіде ол адам қалай ойлайды? Базарға барсам, әлгі паническая атака, өткенде болған паническая атака қайтадан қайталанады. Одан мен шыдай алмай өліп қаламын деп ойлайды. Сосын базарға бара алмайды келесіде. Осылай пространство, яғни кеңістік тарыла беретін болады. Мінекей. Осы агорафобияға түстім мен. Содан кейін магическое мышление дейтін нәрсе бар. Когнитивный искажение, сондай когнитивті бұрмалау. Адам, мысалы, осы істі жасамасам, маған бір нәрсе болады, немесе жақындарыма бір нәрсе болады деп, сол нәрсені жасаймын. Тем более мен діни адам болдым. Енді дінде ритуалдар көп болғандықтан, сол дінмен байланыстырамын, бірақ діннің өзі оны қисынсыз деп есептейді. Артынан зерттей келе біліп, ол нәрсені түсіндім. Мысалы, айтып отырмын ғой, 2013-те, жалпы 2011-ден басталып жүрген негізі. 2012-де үйлендім, үйленген кезде менде күшейе бастады. Себебі проблемалар көбейе бастады, менде проблемалар көбейе бастады. Басында әйелімді ұнатпадым, әйелімді жақтырмадым деген сияқты өте отбасылық конфликттер күшейіп кетті. Содан проблемалар көп болды. Негізі проблема әйелімде болған жоқ. Қазір әйелімді өте қатты жақсы көремін. Бұндай әйелді мен әлемді аралап жүріп те таба алмаймын. Өйткені Құдайға шүкір, қанша бала шағаны маған дүниеге әкеліп беріп отыр, менің жағдайым жасады. Бірақ сол кезде өзімнің тәкаппарлығым, өзімнің бір менмендігім дейміз ба, Аллаға шүкір, Алла тағала мені осы паническая атаға түсіріп, неврозға түсіріп, өзімнің неге әкелді, өзімнің сабама түсірді ғой, былайша айтқанда мені дұрыс жолға түсірді деп айта аламын. Енді қараңыздар, 2012-де, жалпы 2011-ден басталып жүрген, үйленгеннен кейін ол одан сайын күшейе бастады. 2013 жылы намазда тұрмын, тараух намазда, осы Ақтау қаласында орталық Бекет ата мешітінде тараух намазда тұрмын, жаз айлары, қателеспесем, тамыз айының ішінде. Тараух оқылып жатыр. Сол кезде намазда тұрған кезде осылай басым теңселіп, олай басым айналып кетті. Бірден бас айналды, аяқтан дік кетіп бір удар ұрды да, қатты бір аяқтан. Оң аяқтан ба, сол аяқтан ба бір удар келді, дәл қазір есімде жоқ, қай аяғым екенін. Сол кезде бір удар келді да, аяқтан тоғырған сияқты.
дік кете қалды. Содан басым айналды. Ана күмбездер, мешіттегі үлкен күмбез бар. Енді Ақтау қаласынан тыңдап отырған оқырмандарым болса, жаңағы мешітке барып көргендер біледі, иә. Күмбез былайша айтқанда төбеде айналып жатыр ғой. И сол жерде менде автоматически ойлар келді. Мен қазір құлап, осы жерде өліп қаламын. Все өзімді контрольді жоғалтып қоямын деп, жаңағыдай. Өзім бақылауды жоғалтып бара жатқан сияқты. Сол кезде менде жаңағыдай намаз, енді тез бітетін намаз бір бітпейтін сияқты көрінді. Сол жерде мен уже өліп кетемін, жаным шығып кетеді, қазір мен все біттім, соңғы өмірім деп ойладым. Содан қатты қорқып кеттім. Содан намаз әрең дегенде бітті. Содан не істедім, далаға шықтым, аулаға шығып, скамейкеде отырдым. Біраз ауа жұттым, таза ауа жұттым. Сол кезде ойлар келе бастады спонтанно. Мен что-то ішіме жын кіріп кеткен сияқты, немесе мен әке-шешемнің қарғысына қалған сияқтымын. Сол кездер қатты агрессивный болатынмын, иә. Намазға енді келіп жатқан кездерім ғой, жаңағы 2013 жыл мен намаз оқып бастағанмын. Енді бір 3 жыл, 4 жыл болып жатты сол кезде. Бірақ әлі толыққанды бір намазға дұрыс, жаңағыдай дінге дұрыс келе алмай жатырмын да. Мінезім өзгермей жатыр. Мінезім өте агрессивный болатын, өте қатал болатын, ренжи беретінмін, ашулана беретінмін, әркіммен қырыла беретінмін, төбелесе беретінмін намазда жүрсем де. Талаптарым өте көп болды. Әке-шешеме дұрыс қызмет жасамадым, олардың қарғысын алдым. Сол себепті Құдай мені жазалап жатыр деп те ойладым. Немесе әйелімді жақсы көрмеймін, әйелімді құрметтемеймін, оларға онымен күнде айқай, оған күнде ұрсам, боқтаймын, балағаттаймын, кемсітемін. Содан мен осы панический атакаға түсіп жатырмын деп осылай интерпретация жасадым. Ішіме жын кіріп кетті деп ойладым. Құдай мені осылай жазалап жатыр деп ойладым. Әртүрлі ойлар келе бастады. Миыма әртүрлі идеялар келе бастады, иә, жаман идеялар осындай. Содан басылдым, кішкене басылдым. Сол кезде отырдым да, ішке қайтадан кірдім, тұрдым, бір 2 ракат намаз оқыған сияқты болдым. Бірақ ары қарай мазам тағы да қашып бара жатқан сияқты сезім болды. Содан үйге қарай қаштым. Өйткені басым айналып бара жатыр. Содан мен басым айналды, бас айналып жүрді. Ертесіне таң атуымен дәрігерге бардым. Үйге бардым, біраз уақыт ұйықтай алған жоқпын. Таңға жақын ба, көзім іліп кетіпті, ұйықтап, сағат таңертең 10-дарда тұрып, азанда жаңағы больницаға барып, ауруханаға барып, частный клиникаға барып, тексеріліп бастадым. Тексерілдім. Қасиет дейтін клиника бар, сол жаңағы мешіттің жанында. Соған бардым, қаралдым, тексерді, ешқандай проблема жоқ, ауру жоқ, барлығы нормально. Аппаратқа түстік, невропатологқа бардым, тексерттім, сенде ешқандай проблема жоқ, басында барлығы нормально деп. Содан Шакургіде бардым, ол жерде бір таныстарымыз болды, дәрігер. Барып тексерілдік, ешқандай проблема тапқан жоқ. Бірақ сол кезде қуанып жақсы болып кеттім, жүрдім. Бірақ арадан жаңағыдай бас айналу бола береді, бас айналу. Шаткость, походке болады, жүріп бара жатып бірден шататься етіп кетемін. Дәрігерге барам, жақсы болады, бірақ кейін артынан әртүрлі ойларды ойлайсың, жаман ойларды ойлайсың. Біреумен ашуланып, ренжісіп қаласың, сол кезде қайтадан жаңа басым айналып кетеді. Дәл сол эмоциональный напряжение болған кезде, яғни ашу эмоциясына көп берілген кезде басым қысып, басым айналып кететін, жаңа теңселіп кәдімгі өзімді жоғалтып қоя жаздап. Содан каждый ашуланған сайын мен қорқа беретін әдет шығардым. Ашуланам, қорқып қаламын, ашуланам, қорқып қаламын. Құдай тағала маған осыны сынақ ретінде ашуланбасын деп беріп жатыр деп те ойладым. Енді олай болуы да мүмкін, біз оны да жоққа шығармаймыз. Содан не керек? Арадан ұзақ уақыттар өте берді. Бірде тоқтап қалады, бас айналу, жоқ болып кетеді. Сосын ренжісіп қалсам, біреуге өкпелеп қалсам, немесе бір қателік үшін өзімді кінәлайтын болсам, именно осы эмоциональный напряжениеге берілсем, қатты басым айналып, құлап қала жаздайтынмын, прям теңселіп кететінмін. Жалпы мынау КПТ терапевттер ұсынған 8 дисфункционалды эмоция бар. Үрей, тревога, мазастық, ашу, гнев, обида, реніш. Содан кейін жабырқау, подавленность дейміз. Содан кейін кінәлау, өз өзімді кінәлау да тоже бізді неге алып келеді, жаңағыдай ВСД симптомдарын іске қосады. Адам кінәлаған кезде уже адам энергиясы кетіп, басы айналып, қан қысымы көтеріліп, жаңағы құлап қалады сияқты, немесе қан қысымы түсіп кеткен сияқты сезім болады. Ұялу эмоциясы, өзгелерден қатты шектен тыс ұялатынмын, өзге адамдардың ойы өте маңызды болатын мен. Адамдар мен жайлы мүлдем жаман ойламау керек деген сондай бір ұстаным болатын. Өзге адамдардың көзінше мен жақсы көрінуге тырысатынмын әрдайым. Бірақ ол бәрі көп жағдайда теріс болып шығатын да, себебі өзгелерге қаншалықты жақсы көрінуге тырысқан сайын соншалықты мен жаман көрініп қала беретінмін. Көрдіңіз ба? Содан
қызғаныш, әйелім шектен тыс қызғана беремін. Оны әйелімді біреумен ұстап алған жоқпын еш жерде. Үстінен түскен жоқпын, но бірақ ана күмәндана беремін да. Өйткені әртүрлі мына қоғамда хабарларды естиміз, жаңалықтар естиміз, осындай болыпты, біреудің әйелі измена жасапты, күйеуі измена жасапты деген нәрселерді естігеннен әйелімнен күмәндана бастадым. Дисфункциональный ревность болды, яғни қызғаныш, тоже эмоция болды. Содан кейін зависть дейтін, өзгелермен өзімді көп салыстырамын, неге ол жетістікке жетіп жатыр, ал мен неге төменмін, неге ол адамда бар нәрсе менде жоқ деп өзімді шектен сол адаммен салыстырамын да, нәтижеде қызғаныш эмоциясы оянып кететін. Осы 8 эмоция менде түгел барлығы болды. Бұл невротический эмоциялар. Кімде осы 8 эмоция бойында бар, ол адам точно невроз, 100% невроз. Енді бұл функциональный эмоциялар болып есептеледі негізінде, бірақ бұл шектен тыс артық болып кетсе, мысалы адам құрдан босқа ашулана беретін болса, онда ол невроз. А мысалы сізді біреу балағаттап, сізге просто еш жерде ештеңе жоқ, ұрысып, айғайлап, еліңізге, жеріңізге, ұлтыңызға, руыңызға тіл тигізіп, әйел бала-шағаңызға, ата-анаңызға тіл тигізіп, сізге зиян берейін деп жатса, сіз ашулансаңыз, бұл функционалды ашу, иә, өзіңізді қорғау үшін ашулану бұл жерде нормально, қалыпты жағдай. Күйеуіңіз сізді балағаттап, құрдан босқа сізге айқайлап, ұрысып, боқтап жатса, құрдан босқа еш жерде ештеңе жоқ, сізге келіп жаман сөздер айтып жатса, немесе әйеліңіз сізге жаңағыдай жаман балағат сөздер айтып жатса, ренжуіңіз сол кезде нормально. Немесе балаңыз сіздің айтқаныңызды орындамай жатса, балаңызға ренжіп қалуыңыз бұл қалыпты. Бірақ болмашы нәрсеге, мысалы бір жерге қонаққа шақырмады, сіз оған ренжисіз. Сен неге мені шақырмайсың деп та. Бұл ренжитін нәрсе емес негізінде. Балаңыз просто бір жерде ойнап, әзілдеп, ойнап жүрді, оған ашуланып барып балаңызды ұрып тастайсыз да. Бұл уже дисфункционалды ашу. Қорқу да сондай, мысалы нақты бір қауіп-қатер бар, мысалы землетресение болайын деп жатыр, соғыс болып жатыр бір жерде. Ондай жағдайда мысалы қорқып кету бұл қалыпты. Өйткені біздің денеміз қорқу арқылы қашуға дайын дейді да, сол қауіп-қатерден қашу. Мысалы, қазір мен осы жерде отырмын, егер жер сілкініп бір нәрсе апаттық жағдай болатын болса, менің миым қорқыныш эмоциясын іске қосып жібереді да, содан денем тітіркеніп, денем реакция қосылып кетеді. Яғни денем реакцияны қосады. Қандай? Жүрек тарсылдайды, аяқ-қол дірілдейді, давление көтеріледі, содан мен қашамын сыртқа қарай. Өзімді аман сақтап қалу үшін, иә? Балаларымды алып қашамын сыртқа қарай. Бұл защитный реакция. Ал енді үйде ешқандай апасыз қауіп-қатер жоқ. Мен осы жерде осы әңгімені айтып отырып, өзім қорқып отырсам, демек бұл дисфункционалды қорқыныш, яғни артық, избыточный дейді ғой, шектен тыс қорқыныш, бұл невротический қорқыныш, яғни невроз. Осы эмоциялардың барлығы болды кезінде менде. Осы эмоциялардың біреуіне берілетін болса, менде бас айналып бастайтын. Осы бас айналудан қатты фобия болатын. Мен шынымен де бір басымда опухоль бар деп. Содан бұл доминант симптом болды. Одан кейін екінші доминант симптом менде асқазаным күйіп ауыратын. Прям асқазаным күйген кезде мен асқазаннан рак іздеп кеттім. Прям рак іздей беретінмін. Басым айналған кезде басымда опухоль бар, немесе инсульт болайын деп жатырмын. Прям адамдардың инсульт болғанын көріп жүрмін, үлкен кісілер инсульт алатынын көріп жүрмін. Иә. Содан мен инсульт боламын, маған бір нәрсе болып қалады деп. Содан Алматыға бардым. Алматыда Нұр-Мубарак университетіне оқуға түстім 2014 жыл. Алматыға барған кезде давление көтеріледі. Алматы таулы жер, таулы өлке, сондықтан ол жақта давление көтеріліп кетеді да, ол деген адам әртүрлі аурулар болып қалуы мүмкін, бас айналып құлап қалуы мүмкін деген сөздерді айтқаннан кейін Алматы келгеннен бастап басым айналуы күшейе бастады. Көрдіңіз бе, самовнушение, былайша айтқанда мен соны ойлап, өз-өзімді тревожить етіп, Ақтаудан самолетқа отырғаннан бастап уже менде бас айналу, шатка спокойке басталды ғой. Самолетқа отырғаннан бастап уже менде қорқыныш, үрей. Самолеттен қорққан жоқпын сол кезде. Бір қызығы самолет құлап кетеді деп қорққан жоқпын. Самолет Алматыға қонғаннан кейін мен самолеттен қалай түсемін, аяқ-қолым дірілдеп, ол жер таулы өлке. Мен құлап қалсам жаңағыдай самолеттен түсіп бара жатып, иә, сол жерден скорыймен мені алып кетсе деген сияқты ойлар келіп отыр да. Мен ол кезде ол невротический ойлар, ол обсессивный ойлар, бұл паническая атака, тревожное расстройство ол кезде білмеймін. Бұның не нәрсе екенін білмеймін. Сөйтіп оқып жүрдім, былайша айтқанда бас айналу кеше 2020 жылға дейін жалғасты. Енді осыдан қалай шықтым, әңгіменің қысқасы. Мен осы ютубтан іздей бастадым. Невропатологтарға барып тексерілдім ғой. Осылай дәрігерлерден дәрігер, былайша айтқанда жүрдім. Ақтөбеге бардым, Ақтауға келдім, Бейнеуде больницада жаттым, емделдім, бірақ ешқандай менде симптомдар басылатын емес. Соның ішінде бас айналу. Арасында қойып кетеді, яғни еш нәрсені уайымдамай, переживать етпей, ойымды балама, әйеліме бөліп, көңілді істерге бөлетін болсам, бас айналу жоқ болып кетеді. Бірақ
автоматически ойлар келеді, бір жаман хабар естимін ба, мысалы біреу қайтыс болып қалыпты, енді ковидтің кезінде көптеген адамдар қайтыс бола бастады ғой, соларды естіген сайын анау мазам қашып үрейленіп, бұрын өзім имам болып жұмыс жасағаным бар, сол кезде имаммын как раз Бейнеу ауданында имам болып жұмыс жасап жүрмін, қаншама жаназа шығардым сол кезде, жаңағы өлілерді көрдім, солар есіме түсіп кетіп, сол жаңағы табыттың үстінде мен алып бара жатқан сияқты бір елестер келеді, соларды ойлаймын, елестетемін, воображение жасаймын, одан сайын жаңағы бала басым айналып күшейіп, уже құлап бара жатқан сияқты, өліп бара жатқан сияқты, и жүрегім кетеді тарсылдап, давлениемді барып өлшетсем, давлением 180, көтеріліп кеткен болады да. Содан не керек, әңгіменің қысқасы, бас айналуды қалай тоқтаттым деген кезде, достар, осы КПТ терапиясына келгеннен кейін экспозиционный терапия дейтін нәрсені түсіндім. Соны сізге қазір үйретейін деп отырмын. Ең бірінші кезекте қараңыздар, сіз бас айналу медициналық патологиялық аурудың себебінен емес па, оны тексертіңіз. Мысалы, мен тексерілдім, толыққанды дәрігерге барып тексерілдім, қайта-қайта тексерттім, МРТ-ға 2-3 рет түстім, иә. Олар басымнан ешқандай ақау тапқан жоқ. Остеохондроз бар деді, соның себебінен бас айналады деді, анау деді, мынау деді, әңгіме көп былайша айтқанда. Содан КПТ терапиясына келгеннен кейін түсіндім, что проблема медициналық емес, патологиялық емес, ол бас айналу, ол шектен тыс уайымның себебінен. Адам қатты уайымдаған кезде денеде мынау мышечное напряжение мышц дейді да, бұлшықеттердің жиырылуы болады да. Бұлшықеттер қысылады, яғни қысым, осы қатты қысым болады. Қысқалған кезде мынау тревожниктер, мазасыз адамдар көп жағдайда иығы көтеріліп жүреді осылай. Неге? Ол адам тревож еткен кезде денесі постоянно защитный реакцияны іске қосады да осылай көтеріледі. Көрдіңіз бе? Өздері байқамауы мүмкін. Постоянно напряжение жүреді. Оны осылай жіберу керек, босату керек негізінде. Дене босатып релаксация халіне алып келу керек та, релаксация яғни босату. Денені босатқан кезде, мына жердегі біздің қан тамырлары не істейді? Жайлап жібереді. Кислород баруы жақсарады миға. Ал енді біз қатты тревож еткен кезде, біздің қан тамырларымыз қысады да, миымызға кислородтың баруы бәсеңдейді. Содан уже головокружение болады. Бірақ бұл өлетіндігімізді, қан мүлдем жетпей жатыр дегенді білдірмейді. Ол ми солай жұмыс жасау керек. Оның структурасы солай, оның природасы солай. Сондықтан энергияны артық сарптамау керек. Керісінше бізді аман сақтап қалу үшін осылай жұмыс жасайды. Қауіп бар деп бізге сигнал береді да, содан бізде бас айналу болады. Ең бастысы, егер сіздің бас айналуыңыздың причинасын дәрігерлер таппаса, онда тревожный расстройство кезінде бас айналу симптомы болады. Біз одан қалай арыламыз деген кезде экспозиционный терапия дегенді айттым ғой жоғарыда, соны жасаймыз. Мысалы, сіздің басыңыз айналып жүр ма? Бір жерде ұстай бересіңіз ба? Мен солай ұстап қалатынмын. Постоянно бір жерге сүйеніп отырып не істемесем, мысалы, белімді таянып отырып сөйлеймін, бір жерге ұстап тұрып, осылай бір жерге сүйеніп тұрып сөйлейтінмін. Мысалы, мешітте отырған кезде, минбарға шығатын кезде ағашқа сүйеніп отырып, алдымда жаңағы не болады? Ағаш болады, соған сүйеніп отырып, бүйтіп тұрып деген сияқты. Намазда тұрған кезде барынша аяғымды талтайтып тұруға тырысатынмын, екі жаққа жаңағыдай тіреп тұру үшін, мысалы да. Құлап кетпесем екен деп тұратынмын. Намазда тұрған кезде өте мен үшін өте қауіпті болды. Сол нәрсе қорқынышты болатын. Бірақ намазымды аман-есен атқарып, теріліп, тепшіп бітіретінмін. Содан мен сүйене беру, яғни бір нәрсеге сүйене беру, шынымен миыма сен құлайсың, бас айналудан құлап қаласың деген установканы бекіте беріпті да. Содан бізге осы экспозиционный терапия дегенді жаңағы кураторлар берген кезде сүйенбейміз, еш нәрседен ұстамаймыз. Жүрген кезде еш нәрседен ұстамай жүреміз. Себебі біздің бас айналуымыз патологиялық, медициналық емес. Если ол бас айналу қандай да бір проблемалардан басымызда действительно опухоль болса, басымызда нақты проблема болса, онда сүйеніп жүрсек болады. Оны емдету керек дәрігерге бар. Но бұл жерде біздің бас айналуымыз артық мазасыздықтың себебінен, яғни бұрмаланған ойлардың салдарынан. Мысалы, мен өліп қаламын, есімді жоғалтып қоямын, контроль жоғалтып қоямын, жынды болып есімнен айырылып қаламын деген ойлардың себебінен, немесе инфаркт, инсульт болып қаламын деп, ипохондриялық ойлар, ауырып қаламын деген ойлардың себебінен біздің басымыз қатты айналады да, содан біз отырып қаламыз, қашып кетеміз деген сияқты. Содан мен ұстауды тоқтаттым, яғни әр жерге сүйеніп жүруді тоқтаттым. Түсінікті? Тоқтатқан кезде жайлап басым айналса да, теңселсе де, бірақ жүре беремін. Шаршаған кезде бірақ отырып аламын, сол кезде отырамын да 5-10 минут демалысқа рұқсат беремін, өзіме айтамын, мен отыруға рұқсат беремін деп. Бұрын избегание болса, қазір избегание емес та, жаңағы бас айналудан арылатын кезде избегание емес, яғни қашпаймын да, өзіме айтамын, мен отырып демалуға рұқсат бердім өзіме.
жарайды, мен может қайтадан қашып жатқан шығармын, защитный поведениеге жүгіріп жатқан шығармын, мысалы да қорғаныс мінез құлқына көш ауысып жатқан шығармын. Бірақ өзімді сөкпеуді қолға алдым. Яғни бұрын өзімді сөге беретін едім ғой, неге сен ондайсың, неге сен қорқып қалдың, сен мықты едің ғой бұрын, неге сен әлсіз болып қалдың, неге осындай болып қалдың, неге кірдің деп өз-өзімді осуждать ете беретінмін. Мен мүлдем осуждениені қойдым, яғни өз-өзімді айыптауды тоқтаттым. Категорически өзімді сөгуді тоқтаттым. Бір жерге бара алмасам, ештеңе етпейді, бара алмадым болды. Бір нәрсе дұрыс істей алмасам, істей алмадым. Катастрофа емес, қиямет қайым емес. А бұрын неге бара алмайсың, бұрын барып жүредің ғой деп сөге беретінмін. Енді менің бара алмауым әрине ол бір проблема болса, ол үшін өзімді сөгу, ол үшін өзімді кінәлау, ол екінші проблема. Түсінікті? Ол одан сайын проблема қосып беру да. Маған ол керек емес. Содан мен өзімді сөгуді тоқтаттым да, жайлап, все, болды. Мен қазір отырып демалып алдым, тұрып жолымды жалғастырамын. Тұр келем, басым айналып тұр ма, жолымды жалғастырамын. Қайтадан отырып қалмаймын. Жарайды, бас айналса айнала берсін. Осы кезде құлап қалған жоқпын, өліп қалған жоқпын деп айтамын да, жолымды жалғастырып кете беремін. Міне осылай жасай беру арқылы, яғни постоянно бас айналса да жүре беру арқылы бас айналудың ешқандай маған қауіп төндірмейтінін, бас айналу маған зиян бермейтінін осылай миыма түсіндірдім, ұқтырдым. Бас айналу постепенно өзі жоғала бастады. Бірақ мен ешқашан күткен жоқпын, қашан бас айналуым кетеді деп. Яғни нәтижеге көңіл аударған жоқпын, нәтиже бола ма болмай ма деп мән берген жоқпын. Көп адамдар нәтижеге мән береді де осы жерден шатасады. Яғни результатты әрдайым күтіп жүреді да, достар. Результатты күте беретін болсаңыз, сіз результатқа жетпей өтуіңіз мүмкін өмірден. Сол кезде не істейсіз, өмірден удовольствие алмайсыз ба, ләззат алмайсыз ба? Олай болмайды. Сондықтан результатқа емес, мен процеске мән бере бастадым. Яғни жұмыстың барысына, істің барысына жаяу жүре бердім. Мен жаяу жүрудің удовольствие аламын. Айналама қараймын, удовольствие аламын. Техника 5 плюс 4 плюс 3 плюс 2 плюс 1 деген техника бар ғой жаңағы. 5 плюс 4 плюс 3 плюс 2 плюс 1 деген. 5 нәрсені көру, 4 нәрсені ұстап көру, сезіну тәніңізбен, желді сезіну немесе киіміңізді сезіну дегеніңіздегі. 3 нәрсенің дауысын есту, 2 нәрсенің иісін сезіну, 1 нәрсенің дәмін сезіну деген сияқты. Яғни сыртқы әлемге шыға бердім. Бас айналуыма, денемде болып жатқан симптомдарға зацикленность етуді тоқтаттым. Солай мен не істедім? Проблеманы еңсере бастадым. Әрине бұл жерде ең бірінші кезекте КПТ, когнитивно-поведенческий терапияның когнитивная реструктуризация дейтін, яғни сократовский диалог осы техникасын қолдандым. Аспаров ететін да, симптомдарға мән бере берсем проблема шешіле ма? Жоқ, керісінше одан сайын ол хуже болады, яғни ушықтырады. Мен бас айналуды уайымдай берсем, түнімен ұйқым бұзылады, панический атакам күшейеді, тәбетім бұзылады, әйеліме жақындаспаймын, әйеліме алшақтаймын, адамдардан алшақтаймын, жаңа айтқан ешқандай жұмысқа деген желание болмайды, жұмыс жасай алмаймын, жұмысқа қауқарым болмайды, ақша таба алмаймын деген сияқты, ешкімге керек емеспін деген сияқты да. Осы нәрсені миыма ұқтырдым да, сосын бас айналып тұрса да бас айналуға мән бермеуді осылай үйрендім. Сосын жаңа әрекет жасау әрдайым. Еш жерге сүйенбей бас айналса да жүре беру. Егер бас айналып жата беретін болсам, мен оны подкреплять ете беретінімді түсіндім осы КПТ терапиясына келгеннен кейін. Бас айналды, мен жата беремін, ал мен жата берген сайын ми қауіп бар деп ойлайды, одан сайын бас айналуды не істейді, күшейте береді. Себебі менің денеме жатқан ол выгодно, жата берген. Жұмыс жасағысы келмейді, адам жалпы табиғатында еріншек қой негізінде, дұрыс па? Сондықтан миға ол зона комфортада жата берген выгодно да. Сондықтан сіз бас айналған сайын, жата беретін болсаңыз, одан сайын ми все, бас айналуды күшейте береді, себебі сіз жататыныңызды біледі да, все болды. Демалыс бере салады. Керісінше сіз не істеуіңіз керек, осы жерде характер, мінезіңізді оятуыңыз керек. Ешкім менді оятып, басыңыз айналып тұрмай, егер бас айналу, әрине ол панический атака, невроздың себебінен болып жатса. Егер патологиялық болса, жаңа жоғарыда айтып, дәрігерге барып емделесіз. Мен тек қана осы тревожностьтерге айтып жатырмын. Егер басыңыз айналуы ешқандай медициналық болмаса, онда жүріңіз, постоянно жүруді тоқтатпаңыз, әрекет жасаңыз. Түсінікті? Тоқтамаңыз. Жүре берген сайын, басыңыз айналып тұрса да жүре берсеңіз, жаңағы айтқан бас айналу өз-өзіне тоқтайды. Бірақ енді бір нәрсе бар да, бұл жерде бір нюанс бар. Бас айналу жүрсеңіз де, жүре берсеңіз де, көп адамдар жүріп жатыр, бірақ бас айналу тоқтамайды дейді да. Потому что сіз оған шектенсіз мән беріп жатсыз. Сіз ойларды әлі аспарып еткен жоқсыз, ойлармен әлі жұмыс жасаған жоқсыз. Ойларды толыққанды жеңіп, сол ойларға зацикливаться етіп қалып жатсыз ба? Автоматически ойлар келіп жатыр. А вдруг бас айналудан мен құлап қалсам деген сияқты. А вдруг мынау бас айналу күшейіп кетсе, неге бұл қоймай жатыр, не үшін қоймай жатыр деген ойлар шектен тыс көп. Осы ойларды жеңбейінше сіз
Қанша жүрсеңіз де, қанша спортпен шұғылдансаңыз да, айналыссаңыз да пайдасы жоқ. Бас айналу тоқтамайды. Өйткені менде көптеген клиенттер болды. Менің айтқан техникамды қолданды, жүре берді, бірақ ойларымен жұмыс жасаған жоқ та. Ол физический техникаларды жасады да, бірақ когнитивный техникаларды жасаған жоқ. Ойлармен жұмыс жасайтын техникаларды қолданған жоқ. Мысалы, сондықтан бірге жүру керек. Яғни психология мен физиологиялық, мысалы, психологический білім мен мынау физический активность, дене белсенділік екеуі бірге жүрген кезде сізде өте керемет нәтиже болады, достар. Солай қысқадан нұсқа осы, достар. Менің каналымнан алшақтамаңыздар, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басып кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, достар. Подписка басып, колокольчикті басып қойыңыз, қоңыраушаны. Егер сізде осындай проблемалар болса, комментарийге жаза кетіңіз. Өзіңіз әлі шыға алмай жүрген болсаңыз, осындай симптомдар болатын болса, осы проблемалардан арылмай жүрген болсаңыз, онда менің жеке консультацияма жазылуға кеңес беремін. Сол жерден нақты разбор жасаймыз. Бас айналудың толыққанды қалай арыламыз, не істеу керек, қандай стратегиялар құрамыз, қалай проработка жасаймыз, бәрін айтып, ұқтырып түсіндіретін боламын. Ендеше хабарласыңыздар. Описанияда толыққанды ақпарат қалдырып кетемін.